Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде әліппе 1-ші сынып 26-шы сабақ. Тақырыбымыз С дыбысы мен әрпі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге 1-ші болып көрінетін болады. Балалар, яғни бүгін бізде С дыбысы мен әрпі. Енді берілген сөздерді оқиық. Су, асу, сау, асау, сал, сала, суар, су ару, лас, аласа. Балалар, бұл сөздердің барлығында дерлік С әрпі кездеседі. Екінші тапсырмамыз. Балалар, суретте киім қандай? Бірінші суреттегі киім лас, я? Екінші суреттегі киім таза. Үшінші суреттегі ағаш қалай жазылып тұр, балалар? Аласа деп жазылып тұр, я? Ал енді екінші ағаш биік, керісінше биік. Балалар, яғни не деп сұрақ қоямыз? Ағаш қандай? Аласа. Ағаш қандай? Биік. Келесі тапсырма, балалар, сызба бойынша жазамыз. Нан, ас. Анау, асу. Алан, суар. Сара, су ал. Яғни, балалар, осы берілген тапсырмаларды дұрыстап сөйлемдерді құрадық. Сөздерден дұрыс сөйлем құрадық. Енді келесі тапсырма. Енді балалар, сурет бойынша жазамыз. Анау, ат. Ат, асау. Ат қандай? Ат, асау. Алан, ат, суар. Енді балалар, дәптерлеріңізге асу сөзінен сөз кездестіре. Асу деген сөзден асу, ас және су деген сөздер шығады. Ал енді балалар, дәптерлеріңе таза, мұқият, боямай көшіріп жазыңыздар. Анау, асу. Нан, ас. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.